Сәлем достар, мен ет асып жатырмын. Жаңа сорпасынан құйып алдым. Шараға құйып алдым. Және кастрөлге тағы да су құйып қойдым. Бұл сорпаға нан илеймін. Мінекей етіміз қайнап жатыр. Бұл қой еті мен сиыр еті. Қамырды илеп жайдым. Жаңа сорпа, майлы сорпаға иленген қамыр. Қамырды қалыңдау етіп жайдым. Кәдімгі өзіміздің етке жасайтын еттей жұқа емес, одан әлде қайда қалың. Және мынадай жолақтарға бөліп кесемін. Содан кейін әр жолақты мынадай кішкентай бауырсақша түрінде кесеміз. Мінекей былай жіңішке етіп кесеміз. Қараңыздар. Содан кейін әрқайсысын алып, бауырсақша әрқайсысын алып, мінекей 3 саусақты қоямыз және былай сырғытамыз. Мінекей 3 саусақты басам, 3 саусақпен басын қыраймыз да сырғытып жібереміз. Сонда шиыршықталып шыға келеді. Шиыршықталғаннан мұны кейбіреулер галушка деп атайды. Яғни жаңа етке кәдімгі нан емес, осындай нанды саламын. Бұл шешен халқының жыжық галнаш атты ұлттық тағамы. Шиыршық нанды бірнеше рет жасағаннан кейін тез жасап үйреніп аласың. Ой, столько наготовила галушек, вот еще. А вот мясочка, это баранина, это говядина. А вот наш вкусный бульон. Смотрите, какой он жирный, вкусный. Сейчас в бульоне буду варить вот эти галушки. Всем приятного аппетита и прекрасного дня. Енді тағамға соус дайындап жатырмын. Бұл менің сүйікті соусым. Бұл жыжық қалнашқа да, мантыға да, пельменге де келеді. Мұнда негізі айран, шамалы майонез қосам және 2 чеснокты үкіштен өткізем. Балам қоса сөйлеп жатыр, кешіріңіздер. Және ұсақтап туралған укроп. Барлығын араластырып жібереміз, соус дайын болады. Яғни айраннан жасалған соус. Бұған нанды батырып жесең керемет дәмді болады. Сорпамыз қайнап жатыр, нанның бәрін салып жіберем. 10 минуттай пісіремін. Бұл нанның бір жақсы жері еш жабыспайды. Шамамен 10 минуттай өтті, нанымыз пісті. Кәдімгі еттің нанын алғандай табаққа аламыз. Және қайталаймын, бұл нанның бір жақсы жері өзі майлы сорпаға иленгендіктен және шиыршықталғандықтан еш жабыспайды. Бұған тұздық та керек емес. Мана жасаған соус бар, огонек бар, сомен жесең жетіп жатыр. Керемет дәмді болады. Қараңыздар, еш жабыспайды ғой. Мінекей ерекше тағамыз дайын. Бір қарасаң, кәдімгі өзіміздің бешбармаққа ұқсайды. Тек қана нанында өзгешелік бар. Және бұл нан өте дәмді болады. Әсіресе мынау айраннан жасалған соуспен жесең, енді тіл үйрет. Жасалуы оңай, жасап көріңіздер. Енді сіздерге шамалы мукбанг болсын. Қалай жейтінімді көрсетіп жіберейін. Шынымды айтсам, бұл тағамның маған ең ұнайтыны наны мен соусы. Яғни мына айраннан жасалған соусты нанның бетіне құйып
жесеңіздер тіл үйреді ғой, тіл үйреді. Әрине басқа да соустарды қолдануға болады. Міне огонекті да қолданып жатырмын. Бірақ дәл мына айраннан жасалған соус енді ерекше дәмді болады. Бәрімізге ас болсын. Рецепт ұнаса, жасап көріңіздер. Өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Рахмет.